Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Алгебра пәні бойынша емтихан есебі бұл нағыз емтиханда келген есеп. Сондықтан мұқият қарап шығыңыздар. Бірінші есеп А үшінші мүшесі берілген 22-ке тең, А бесінші мүшесі берілген 30-ға тең болса, арифметикалық прогрессияның айырмасын және бірінші мүшесін табыңыздар дейді. Айырмасын D деп белгілейміз, білесіздер, және А бірінші мүшесі белгісіз. Енді мынадай формула бар: D тең АМ минус АН, М минус Н. Енді осы бойынша біз дана айырмасын табамыз. А5 минус А үшінші мүшесінен азайт, және бөлімінде 5 минус 3 болады. Енді сонда 30-дан азайтамыз 22-ні, бөліміз 2-ге, сонда бізде болады 4-ке тең. Енді осы жерде А үшінші мүшесімен пайдаланып, А1-ді табайын. Енді формула бойынша мынаны жаза кетейік. АН тең А1 қосылған Д Н минус 1. Бұл да формула. Енді осыдан менде А1 тең болады. 22-ден азайтамыз. Д бізде 4-ке тең, көбейтеміз. Оны 2-ге, сонда 22-ден 8 азайтатын болсақ, бізде 14-ке тең болады. Сонда біздің жауабымыз осы С жауабы болады. Келесі екінші есеп. Екінші есепте өрнекті ықшамдаңыздар. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Қысқаша көбейту формуласын мен жерге жаза кетейін. Сол жерден берілген жазайық. Мен мына жерде берілгенін бірден жазам. 0,125 деген ол 0,5-тің квадраты минус 1,5-тің квадраты бөлімінде 1,8-тің квадраты қосылған 0,4 деген ол 2 көбейтілген 0,2 көбейтілген 1,8-ге тең болады, және қосылған 0,4 деген ол 0,2-нің квадраты болады. Жақша алмасқанда болады. Ал енді сол кезде мынадай болады. Бірінші алымы бірінші формулаға келіп тұр. Оны біз 0,5 минус 1,5, 0,5 қосылған 1,5 түрінде жазамыз. Ал енді бөлшектің бөлімін мен 1,8 қосылған 0,2-нің квадраты деп жазаламын. Енді есептеңіз, бірінші шақшадан минус 1 шығады, көбейтілген екінші шақшадан 2 шығады, бөлшектің бөлімінен 2-нің квадраты шығады. Сол кезде 2 мен 2-нің квадраты қысқарып, минус 2-ден 1, яғни минус 0,5 деген бұл жауабы шығады. Келесі үшінші есеп. Бізде осындай есеп берілген екен, тригонометрик формула бойынша. Енді осы жерде бізде мынадай формула бар. Тангенс альфа минус бета ол тең болады. Тангенс альфа минус тангенс бета. Бір қосылған тангенс альфа, тангенс бета деген формулаға келіп тұр. Дәл осы формула бойынша жаза саламыз. Сол кезде тең тангенс 67 градус қосылға минус 22 градус, ол бізде тангенс 45 градусты береді. Тангенс 45 градуста 1-ге тең мәні. Төртінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Бізде 8АВ-ның квадраты 16АВ-ның кубы берілген. Алдымен квадраттар жақшаны ашамыз. Сол кезде 8-ның квадраты 64-ке тең, А-ның квадраты және В-ның квадраты жеке-жеке квадратталады. Және бөлшектің бөлімінде 16АВ-ның кубы. 64 пен 16-ға қысқарады, мұнда 1, мұнда 4 болады. А мен А-ның квадратынан біреу кетеді, және В квадрат пен В-ның кубынан екеу кетеді. Сол кезде бөлшектің бөлімінде В қалады, алымында 4А қалады. Сонда бізде жауап Д жауабы 4А-дан В. Келесі бесінші есеп. Y квадрат дегеніміз, оны екі жақшаға жүктейміз. X минус Y, X плюс Y тең 9, және X минус Y-іміз болады 1-ге тең. Енді осы жерден бізде шығады X плюс Y тең, X минус Y тең 1 дегенді орнына қоятын болсақ, X плюс Y 9-ға тең, және X минус Y тең 1 деп біз осылай теңдеулер жүйесін шешеміз. Сол кезде X-іміз тең 1 қосылған Y деп алайық, және орнына қояйық. Сонда 2Y-іміз тең болады 8-ге,
y тең 4, ал x тең 5 деген осындай жауап шығады. Негізі орнына қойсаңыздар да бірден шығады. Шығару жолы керек болса, осындай түрде шығарасыздар. Келесі 6-шы есеп. Төменде берілген таңдаманың абсолюттік жиілік кестесі бойынша таңдаманың модасын табыңыздар дейді. Енді бұл жерде ең көбі, яғни 15 болған кезде 14 рет болды жиілік. 20 болған кезде 13 рет, дәл солай 25 болған кезде 30 рет ең көбі болды. Сондықтан біз ең көбін аламыз. Сонда модасы бізде 25-ке тең. Яғни 25-те 30 рет болды. Ең көп болғанын таңдаймыз. Келесі 7-ші есеп. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын анықтаңыздар дейді. Яғни бізде x1 мен x2-ның қосындысы белгісіз. Ол үшін біз мына теңдеудің түбірлерін табамыз. X квадрат қосылған 6x минус 1 тең 0. Дискриминант формула бойынша b квадрат минус 4ac. В деп отырғанымыз 6-ның квадраты 36-ға тең, минус 4 көбейтілген а 1-ге тең, с минус 1-ге тең. Сонда бізде болады 40 деген сол 2 түбірасты 10-ды береді. Ал енді x1 мен x2-ні табамыз. Формуласын жазайық. Формула бойынша минус v плюс минус түбірастында d бөлінген 2a. Енді орнына қоямыз. Минус v, яғни минус 6 плюс минус 2 түбірастында 10 бөлімінде 2 болады. Сол кезде мен 2-ні алымнан 2-ні ортақ көбейткішті бір шансырынан шығарып қысқартатын болсам, бірінші түбіріміз минус 3 қосылған түбірасты 10 болады. Екінші түбіріміз минус 3 минус түбірасты 10 болады. Енді бізге x1 мен x2-ні табуымыз керек. Сонда бізде болады минус 3 қосылған түбірастында 10 қосылған минус 3 минус түбірасты 10. Түбірасты 10-дарымыз қысқарып кетеді. Сонда минус 6-ға тең болады. Мінекей д жауабы. Келесі 8-ші есеп. Бір цифр 2 рет қайталанбайтындай 2, 3, 4, 5 цифрлардан қанша 4 таңбалы сандар құрастыруға болады дейді. Біз бұны былай шешеміз. P тең 4 факториал деп. Яғни 1, 2, 3, 4-ке дейін сандардың көбейтіндісі ол бізде болады 24-ке тең. Келесі 9-ші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Ал енді берілген жазайын. Синус альфа қосылған косинус альфаның квадраты минус синус альфа минус косинус альфаның квадраты. Жақшан ашамыз. Синус квадрат альфа қосылған 2 еселенген синус альфа косинус альфа қосылған косинус квадрат альфа. Және минус таңбалардың бәрі қарама қарсы болады. Сондықтан мен бірден ашып жазайын. Синус квадрат альфа плюс болады 2 еселенген синус альфа косинус альфа. Бізде минус болады сыртында минуспен минус косинус альфа квадрат альфа деген. Сол кезде синус квадрат альфаларымыз кетеді, косинус квадрат альфаларымыз қысқарады. Бізде қалады 4 синус альфа косинус альфа. Бізде тригонометриялық формулада бар мынадай формуламыз. Синус 2 альфа ол 2 синус альфа косинус альфа деген осындай біздің формуламыз бар. Сол формулаға келтіреміз. Сонда 2 есе 2 синус 2 альфаға тең болады екен. Мінекей д жауабы. Келесі 10-ші есеп. 7 түбірасты 3 саны қандай бүтін сандардың арасында орналасқан дейді. Енді жазайық. 7 түбірастында 3 жоқ шамамен түбірастынан 7 көбейтілген 1/173 болады. Жоқ шамамен 12/113. Енді қандай бүтін сандардың арасында, яғни бізде 12 мен 13-дің арасындағы сандар. Енді в бөлімі. В бөлімінде сіздер міндетті түрде шығару жолымен көрсетулеріңіз керек болады. Сондықтан жақсылап шығару жолына мән беріңіздер. Енді 3х минус 8, екінші ақшамыз 7х қосылған 5. Мен теңдіктің сол жағын, оң жағындағыны сол жағына жіберемін. Сонда минус 3х минус 8-дің квадраты деймін, тең 0. Сол жерде 3х минус 8-ді
жақшаны ашамыз да ортақ көбейткіш деп жақшаны сыртына шығарамыз. Сол кезде бізде қалады 7х қосылған 5 минус жақшаны бірден минусымен ашайын. 3х минус мынау менде плюс 8 болады. Тең 0. Сонда жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 3х минус 8-іміз тең 0-ге. Және мына жерде менде 4х қосылған 13 тең 0. Енді сонда x1-іміз тең болады. 8 бөлінген 3-ге тең. Ал енді x2-іміз тең болады бізде минус 13 бөлінген 4-ге. Келесі 12-ші есеп. Есептеңіздер дейді. Ал енді есептеп жазайық. Бізде қарап тұрсаңыздар, мынау бізде а квадрат минус в квадрат деген формулаға келеді. Ал енді жазайық. Түбір астында 0,2916, 10.000-нан көбейтілген 0,5 қосылған 2 еселенген 2 көбейтілген 1 бөлінген түбір астында 2 минус 2, 1 бөлінген түбір асты 2 плюс 2. Енді түбір астында 0,10.000-нан 2916-дан бізде 0,154 шығады. Оны көбейтеміз 0,15-ге, қосамыз 2 көбейтілген. Мына жерде а-ның квадраты ол 2-ден 1-ге тең, в-ның квадраты минус 4-ге тең болады. Сол кезде есептеп жазатын болсақ 0,127 қосылған 2 көбейтілген 2-ден минус 7. 2 мен 2-міз қысқарады. Сол кезде бізде қалады минус 6,173-ге. Келесі 13-ші есеп. А-ның қандай мәндерінде а х квадрат, бізде ах квадрат қосылған 4х қосылған 5 тең 0 теңдеуінің бір ғана түбірі болатын анықтаңыздар дейді. Бізде жалпы білесіздер, дискриминант тапқан кезде егер біздің дискриминантымыз 0-ге тең болса, онда бізде жалғыз x1 мен x2 бір-біріне тең деген шығады. Яғни жалғыз бір ғана түбірі деген сөз. Демек мен не істеймін? Енді осы жерде дискриминант табамын. Дискриминант формула бойынша v квадрат минус 4ac. Бұл жерде v деп отырғанымыз 4-ге тең, 4-дің квадраты минус 4 көбейтілген а. Бізде а-ның мәні белгісіз, а-ның өзін жазамын, және с бізде 5-ге тең. Сол кезде бізде қараңыздар 16 минус 20а болды. Енді осы жерде мен осыны 0-ге теңестірем. Сонда 16 минус 20а тең 0. Минус 20а тең болады минус 16-ға. 2 минусымыз плюс болып кетеді. Сонда а бізде тең болады 16 бөлінген 20. Қысқартатын болсақ 4-ге 4-тен, яғни 5-тен 4 болады. Яғни а-ның 5-тен 4 деген мәнінде бұл берілген теңдеуіміздің бір ғана түбірі болады екен. Келесі 14-ші есеп. 14-ші есепте өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Ал енді жазайық. Бұл жерде жақшаны дәрежені ашуымыз керек. Дәреже жақшаның ішіндегі әрбіріне тиісті, яғни 8-ге де, мынау x-тің дәрежесіне және y-тің дәрежесіне деген сияқты. Соған мән беріңіздер. Ал енді алдымен берілген жазайын. 8 x-тің минус 2 дәрежесі бөлімінде y-тің минус 3 дәрежесінің кубы көбейтілген. Мына жерде 2-нің минус 4 дәрежесі, x-тің минус 2, y-тің квадратының сыртында кубы. Ал енді жақшаны дәрежелеп ашайық. Сонда 8-дің кубы, мына жерде 8 деп отырғанымыз жалпы ол 2-нің кубы. 2-нің менде 9 дәрежесі болады. Көбейтілген x-тің минус 6 дәрежесі және бөлімде y-тің минус 9 дәрежесі. Көбейтілген. Енді екінші жақша 2-нің минус 12 дәрежесі бөлімінде x-тің минус 6 дәрежесі және y-тің 6 дәрежесі болады. Енді дәреженің қасиеті бойынша бізде мынадай формула бар, а-ның минус n дәрежесі деп отырғанымыз ол 1 бөлінген а-ның n дәрежесі түрінде жазамыз деген сөз. Сондықтан мен солай жазып алайын. Біріншіде қараңыздар, 2-нің 9 дәрежесі тұрады. X-тің минус 6 дәрежесі ол x-тің 6 дәрежесі бөліміне түсіп кетеді. Және y-тің минус 9 дәрежесі ол алымына қарай кетеді, керісінше y-тің 9 дәрежесі болып. Көбейтілген. Екінші жақшада мына жерде
x-тің минус 6 дәрежесі ол алымына кетеді 6 дәреже болып. 2-нің минус 12 дәрежесі бөліміне түседі 2-нің 12 дәрежесі болып, және y-тің 6 дәрежесі тұр. Енді осы жерден қысқартамыз. X-тің 6 дәрежелері қысқарады. 2-нің 9 дәрежесімен қараңыздар, 12-ден 9 дәрежені азайтамыз, алып тастаймыз. Сонда 3 дәрежесі қалады. Және y-тің 6 дәрежесі кетеді. Мына жерде y-тің 9 дәрежесінен 3 дәреже қалады. Сонда бізде жауапта қалады алымында y-тің 3 дәрежесі, ал бөлімінде 2-нің 3 дәрежесі. Сол кезде біз былай жазайық. Жазсақ болады, 2-нің минус 3 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі деп. Келесі 15-ші есеп. Синус 2 альфа қосылған синус 10 альфа бөлімінде косинус 2 альфа қосылған косинус 10 альфа көбейтілген котангенс 6 альфа өрнегін ықшамдаңыздар дейді. 15-ші есеп. Синус 2 альфа қосылған синус 10 альфа бөлімінде косинус 2 альфа қосылған косинус 10 альфа көбейтілген котангенс 6 альфа берілген. Енді бізде тригонометриялық формулаларды білесіздер. Синус x қосылған синус y деген формула бар. Сол формулаға сүйеніп, біз бірден орындап жазайық. Формула бойынша формулаға салатын болсақ, 2 синус 6 альфа көбейтілген косинус 4 альфа бөлінген 2 косинус 6 альфа көбейтілген косинус 4 альфа болады. Және көбейтілген котангенс 6 альфаны мен косинус 6 альфа бөлінген синус 6 альфа деп жазамын. Енді қысқартуды орындайық. Косинус 6 альфаларымыз қысқарады, синус 6 альфаларымыз қысқарады, 2 мен 2 және косинус 4 альфаларымыз қысқарады. Сонда біздің жауапта тек қана 1 деген жауабымыз шығады екен. Келесі 16-ші есеп. 16-ші есеп. Мына бізде бірінші бөлу бізде бірінші қадам болсын, көбейтуіміз екінші қадам, үшінші қадам осы азайту болсын. Ал енді жеке-жеке орындайық. Бірінші қадамда 8 минус m-нің кубы. 8 деп отырамыз, ол 2-нің кубы. Мен сондықтан оны былай бірден жақша түрінде жазайын. 2 минус m кубтағы, білесіздер ғой, кубтың қысқаша көбейту формуласында осылай жазамыз, 4 қосылған 2m қосылған m квадрат. Енді бөлшектің бөлімінде 2 қосылған m болады. Бөлінген. Енді жақшаның ішін бірден мен ортақ көбейткішке келтірем, ортақ бөлімге келтірем. Сондай ортақ бөлім 2 плюс m-нан болады. Мына жерге 2 плюс m жетпейді. Сол кезде жақшаны ашатын болсақ, 2-ге көбейтіп жазатын болсақ, сонда 4 қосылған 2m болады. Қосылған m-нің квадраты. Тең. Енді мен дәл осылай жазайын. 2 минус m, екінші жақшамыз 4 қосылған 2m қосылған m-нің квадраты, бөлшектің бөлімінде 2 қосылған m, көбейтілген, білесіздер, бөлу кезінде қысқарту амалы орындалмайды, көбейтуге айналдырамыз. Сонда екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орны ауысады. Сонда алымына 2 қосылған m шығады, бөліміне 4 қосылған 2m қосылған m-нің квадраты деп жазамын. Ал енді осымен қысқартамыз, 2 плюс m-дарымыз қысқарады, және 4 қосылған 2m плюс m квадраттарымыз қысқарады. Сонда 2 минус m қалады екен. Енді екінші қадамымыз орындайық. m квадрат бөлімінде m минус 2 көбейтілген. Мына жерде 4 минус m квадрат бөлімінде m квадрат қосылған 2m. Енді бұл жерде кішкене ықшамдап жіберейік. m квадратымыз тұрады. Бөлімінде минусты жақшаның сыртына шығарып, мен 2 минус m деп жазайын. Көбейтілген, қазір қысқартуға оңай болсын. 4 деп отырғанымыз ол 2-нің квадраты. Мен оны екі жақша түрінде жазамын. Сонда 2 минус m, 2 плюс m деп. Және бөлшектің бөлімінде m-ді жақшаның сыртына шығарамын. Сонда m қосылған 2 болады. Ал енді қысқартамыз. 2 минус m-дарымыз қысқарады. m плюс 2 мен 2m қысқарады. Және m мен мына 1m кетеді. Сонда минус m қалады. Ал енді үшінші қадам. 2 минус m-нан азайтамыз. Минус m-ді. Сонда 2 минус m қосылған m, m-дарымыз қысқарып, бізде 2 деген жауабымыз қалады екен.
Келесі 17-ші есеп. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерін анықтаңыздар дейді. Ал енді алдымен бірінші теңсіздікті шешейік. 6х квадрат минус 29х қосылған 30 тең 0 деп x1, x2 мәндерін табайық. Сол кезде дискриминант минус 29-ның квадраты минус 4 көбейтілген 6 көбейтілген 30 ол тең болады. Бізде 841-ден азайтамыз 720-ны. Сонда бізде қалады 121. Ол бізде 11-дің квадраты. Енді осы жерден мен x1 мен x2-ні табамын. Сонда 29 плюс минус 11 бөлінген 12 ол тең болады. 29-ға 11-ді қоссам 40 болады. 40-ды 12-ге бөлсек жоқ шамамен 3,3 болады. Енді 29-дан 11-ді азайтып 12-ге бөлсек бізде 1,5 қалады. Ал енді екінші теңсіздікте қараңыздар 5х қосылған 2 үлкеніне тең 3х квадрат болып тұр. Осы жерде мен 3х квадратты теңдіктің сол жағына жіберемін. Сонда минус 3х квадрат қосылған 5х қосылған 2 үлкеніне тең 0. Осы жерде мен минус 1-ге көбейтіп жіберемін. Сол кезде 3х квадрат минус 5х минус 2 кішіне тең 0 болып таңбасы да өзгереді. Осыған мән беріңіздер. Енді осыны 0-ге теңестіріп x1, x2 мәндерін табамыз. Минус 2 тең 0. Дискриминант сонда бізде 25 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 2 болады. Сол кезде бізде 25-тен 24-ті азайтамыз 1 қалады. Жоқ, керісінше 25-ке 24-ті қосамыз, сонда 49 болады. Ол бізде 7-ның квадратына тең. Енді x1 мен 2-міз 5 плюс минус 7 бөлінген 6. 12-ні 6-ға бөлетін болсақ 2 болады. Минус 2-ні 6-ға бөлетін болсақ минус 0,3 болады. Жоқ шамамен. Ал енді аралыққа салайық. Мынау бізде біріншіге. Бұл жерде қараңыздар. Мынау бізде біріміз болсын. Бояймыз 1,5 пен. Мынау біздің 3-міз болсын. 3,5. 3,3 болсын. Ал енді екінші. Екіншінде бірден сызып алайық. Екіншіде минус мына жерде болайық. Минус 0,3 болсын. Ал және 2 болсын. 2 мына 3-ге жетпейтіндей. Мына жеріміз 2 болсын. Ал енді аралығындағы мәндерді қойып көрейік. Сол кезде бізде плюс болады. 0-ден берсек минус болады. 2-ден берсек және 4-ден берсек плюс болады. Ал бөлімінде 0-ден берсек минус болады. 3-ден берсек плюс болады. Және минус 1-ден берсек плюс болады. Ал енді қараңыздар. Мына жерде біріншіде бізде кіші аралық, яғни минус аралық керек. Екіншіде бізде, қараңыздар, мына жерде бізде таңбамыз ауысты ғой. Сондықтан кіші аралық, яғни минус аралығымыз керек бұл жерде де. Енді екеуінің де қиылысып тұрған ортасы, қараңыздар, 1,5 пен мына жерде 2-ның арасы. Сонда біздің жауабымыз болады 1,5 пен 2. Бұл жерде бүтін шешімдер тек қана 2 болады. Бүтін шешімі тек 2. 2 бұл бүтін шешімі болып табылады. Келесі 18-ші есеп. Теңдеулер жүйесін құрып шығаруымыз керек. Бұл жерде ауыл мен қаланың арақашықтығы, яғни S бұл жерде 45 километрге тең. 2 велосипедші қаладан ауылға шықты. Бірінші велосипедші, мынау бізде екінші велосипедші болсын. Екінші велосипедшінің жылдамдығы бірінші велосипедшінің жылдамдығынан бізде 3 км сағатқа кем. Сонда бірінші велосипедшінің жылдамдығы ол бұл қосылған 3 алында болады. Бірінші велосипедші екіншіге қарағанда ауылға 30 минут ерте келді. Жалпы Т-да 1 сағат деп есептейміз ғой. Қараңыздар, мынау осындай Т деген уақытта жетсе,
екінші велосипедші 30 минут кештеу келеді. Яғни, мынау бірінші велосипедшіге кеткен уақытқа біз қосамыз тағы да жарты сағат, яғни 30 минутта. Ал енді теңдеулер жүйесін құрайық. Қараңыздар, В қосылған 3 көбейтілген Т, бұл бізде болады 45 километрге тең, және В көбейтілген Т қосылған 2-ден 1, ол бізде болады 45-ке тең. Екеуінде жүрген жолы бірдей ғой. Осы жерден мен біріншіден Т тең 45 бөлінген В қосылған 3 деп алайын. Және орнына қоямын мына жаққа. Сонда В көбейтілген жақшаның ішіне 45 бөлінген В қосылған 3 қосылған 2-ден 1, ол тең 45. Осы жерден бізде шығады, ортақ бөлімге келтіріп есептейтін болсаңыздар, 93 қосылған В көбейтілген В тең 90, жақша ішінде В қосылған 3. Енді осы жерден бізде шығады, бірден жаза берейін, менің В квадрат минус 3, жоқ, мына жерде плюс 3 болады, минус 270 болады, тең 0. Енді осы жерден дискриминант анықтаймыз. Яғни, В квадрат қосылған 3В минус 270 тең 0. Дискриминант есептейтін болсақ, бізде 1089 ол 33-дің квадратына тең. Енді В1 мен В2-ні есептейміз. Сол кезде минус 3 плюс минус 33 бөлінген 2. Сол кезде бізде шығады минус 18 және 15. Енді біз 15 аламыз, оң мәнді. В тең 15 километр сағат болса, В деп отырғанымыз бұл екіншінікі. Енді В1 деп отырғанымыз одан 3 километр сағат артығымен жүрді ғой, сондықтан ол 18 километр сағатқа тең болады. Сонымен біздің жауабымыз осындай түрде болады. Келесі 19-шы есеп. Альфа және бета бұрыштар бірінші ширекке тиісті болса, яғни бірінші ширекте косинуста, синуста плюсқа тең мәне. Енді бізге берілген синус альфа 13-те 5, косинус бета берілген 5-те 3. Енді біз табуымыз керек 13 косинус альфа плюс бета. Косинус альфа плюс бета деген бізде формула бойынша біз былай жазамыз. 13 көбейтілген жақшаның ішінде косинус альфа, косинус бета, сосын мұнда болады минус синус альфа, синус бета. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай косинус альфа және синус бета мәндері жоқ. Сондықтан біз оны табамыз. Бізде білесіздер, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1 деген бізде осындай теңдік бар. Осы бойынша синус альфа белгілі, косинус альфаны табамыз. Түбірасында 1 минус синус квадрат альфаға тең болады. Сонда түбірасында 1 минус синус квадрат альфа, яғни 13-те 5-дің квадраты. 13-дің квадраты 169, 5-дің квадраты 25. Мен бірден есептеп жазып жатырмын. Сонда бізде шығады 13-тен 12. Енді синус беттаның мәні жоқ. Синус бетта. Түбірасында 1 минус косинус квадрат беттаны азайтамыз. Сонда бізде тең болады түбірасында 1 минус косинус бетта деп отырамыз. 5-тен 3, 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9-ға тең. Енді 25-тен 5 шығады. 25-тен 9 азайтсақ 16, 16-тан 4 шығады. Мінекей, орын мәндерін таптық. Енді жатсақ болады. Мінекей, мына жерден жалғастырамыз. Тең деп қойын. 13 көбейтілген жақша ішінде косинус альфа 13-тен 12-ге тең көбейтілген, косинус бетта 5-тен 3-ге тең. Минус синус альфамыз 13-тен 5-ге тең көбейтілген, синус беттамыз 5-тен 4-ге тең. Тең 13 көбейтілген жақша ішінде, ал енді есептейік, бөлімі бізде 65 екеуінде. Енді қараңыздар, алымында 36 минус 20 болады. Тең, сонда 13 көбейтілген 65-тен 16 тең, 13 пен 65-іміз қысқарады 13-ке, сонда мұнда 5-тен, мұнда 1-ден теді.
Сонда ол деп отырғанымыз 5-тен 16. Біздің берілген өрнектің мәні 5-тен 16-ға тең болды. Келесі 20-ші есеп, соңғы есебіміз. Y тең, мына жерде y тең 2x квадрат минус 3x плюс 1 деген бізде осындай функция берілген. Енді А тапсырмасында координаты осьтермен қиылысу нүктелерін анықтаңыздар. Енді x тең 0 болғанда біздің y-іміз 1-ге тең. Енді керісінше y-іміз 0-ге тең болғанда x-тің мәндері қалай болады? Енді 2x квадрат минус 3x плюс 1-ді 0-ге тең деп алып, дискриминант табамыз. 9 минус 8 ол тең 1 болады. X 1 мен 2-міз тең болады 3 плюс минус 1 бөлінген 4-ке. Сонда бізде 1 бөлімінде минус плюс 0,5. Яғни x 1-міз 1-ге тең, x 2-міз 0,5-ге тең болды. Б тапсырмасында параболаның төбесінің координаталарын анықтау керек. Формула бойынша m тең минус v бөлінген 2a ол тең болады 3 бөлінген 2 көбейтілген 2 ол тең 0,175-ке. Енді n, яғни y, минус d бөлінген 4a болады. d деп отырғанымыз 1-ге тең болды бізде. Сонда минус 1 бөлінген 8 ол тең минус 0,125-ке. Енді функцияның v тапсырмасында функцияның графигін сызыңыздар деп жерге v деп қойын. Енді біз осы алған жаңа мәліметтеріміз бойынша жасамыз. Ада біз x тең 0 болған кезде y-іміз 1-ге тең болды. Мен 4 клетканы 1 деп алайын. Сонда мінекей мына нүктеден өтеді. Және x-іміз 0 болған кезде біздің x-тарымыз мінекей мынау бізде 1 және 0,15. Мінекей мынау 0,15. Осы нүктелерден өтеді. Енді төбесін жазайық. X-іміз 0,175 болғанда, мінекей мына жер, 0,175 болғанда, y-іміз минус 0,125. Примерно мына жер деп алайын. Сонда мінекей мына нүкте біздің осы А нүктеміз. Яғни А деп отырғанымыз бұл параболаның төбесі 0,175 бұл x-тің мәні, минус 0,125 бұл y-тің мәні болып табылады. Енді осы нүктелер арқылы бізге керекті графигімізді сызамыз. Мінекей осындай графигіміз шығады. Енді Г тапсырмасында функцияның жаңа кему және өсу аралықтарын табуымыз керек. Біздің функциямыз кемиді. Кему аралығы ол минус шексіздіктен 0,175-ке және минус 0,125-тен плюс шексіздікке дейін өседі. Бұл өсу аралығы. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Екінші нұсқасы да шығатын болады. Міндетті түрде каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Емтиханда сәттілік.